Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан мәдени мұра. Қазақтың музыкалық аспаптарының өзіне тән үні, әуенділігі мен саздылығы, орындаушылық дәстүрі бар. Музыка аспаптарын жаугершілік заманда халыққа хабар бергенде, аң үркіткенде, әнші күйшілер ән күй орындағанда, бақсылар сарнағанда пайдаланып отырған. Мысалы, жау шапқанда елге хабар беру үшін үрмелі аспаптарды дабыл, дауылпаз, ұран, керней, бақсылар сарнағанда даңғара, асатаяқ, шаңқобызды. Әнші күйшілер өлең жыр терме ән айтқанда немесе күй шерткенде домбыра, сыбызғы, сырнай, қылқобыз сияқты шекті аспаптарды пайдаланған. Музыка аспаптары кептірілген қайың, шырша, емен ағаштарынан, қамыстан, саз балшықтан, малдың терісі мен сүйегінен, мүйізінен, қылынан жасалған. Музыка аспаптарына арнаулы қап жасап, қоржынға салып, аттың қанжығасына байлап немесе асынып алып жүруге ыңғайлаған. Қазақтың музыкалық аспаптары үрмелі, саз, қос, қамыс, мүйіз, сырнайлар, сыбызғы, адырна, ұран, керней, ішекті жетіген, шертер, 2 және 3 шекті домбыралар, қобыз, шалып ойнайтын шаң қобыз, соқпалы даңғыра, дауылпаз, шыңдауыл, дабыл, асатаяқтың бірнеше түрлері болып, бірнеше топқа бөлінеді. Қой қозыны үркітіп баққан, өзіндік үні құлаққа жаққан, ән мен күйді сүйемел деп әуенге қосқан киелі сақпан, сылдырмақта бізілген, сиқырлы бір сыр барау, кішкене ғана тізілген, таяқшада шылбыр бау, түртіп қалсаң балғамен үн шығарар қоңыра, әсем әуен сыңғырла, үнін халқым кел тыңда, қосы шекті шанақты, тойдың сәні домбыра. Деп жырлағанымыздай, бірінші кезекті біздің ұлттық аспабымыз домбыраға бергім келіп тұр. Біз қазақтың ұлттық аспаптарын есімізге алғанда бірден домбыра келеді. Домбыра ұзын грифті, алмұрт тәрізді корпусы бар, 2 ішекті көп пернелі музыкалық аспап. Домбырада ойнаудың 2 түрі бар. Кейбір музыканттар ішекті ұрып, ал басқалары оларды түртіп ойнайды. Бүгінде домбыра дәстүрлі орындаушылар мен музыканттардың міндетті аспабы. Қазақстанда шілденің алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні. Дабыл – қазақтың дәстүрлі ұрмалы аспабы. 2 жағынан терімен қапталған және ұстауға болатын жиегі бар. Дабылдың дауысы қатты шығады. Ежелде оны дыбыс беру үшін қолданған. Ежелгі аспапта әдетте қолмен немесе сүйекпен ойнаған. Қазіргі уақытта оркестрлік дабылдардың 2 түрі бар. Ағаш корпусы бар, кіші және мыс корпусы бар, үлкен. Қобыз ысқышпен ойналатын ішекті музыкалық аспап. Қайың, арша сияқты ағаштардың тұтас бөлігінен шауып жасалады. Бас, кеуде, аяқ деген 3 бөліктен тұрады. Төменгі бөліктермен қапталып, оған тиек қойылады. 2 ішегі жылқы қылынан тартылады. Аспап мүмкіндігі зор, әр қилы дауысты, оның ішінде табиғи дыбыстарды айнытпай шығарады. Ертеде қобызды бақсылар құдіреті күші ретінде пайдаланған. Жетіген – 7 ішекті қазақтың шертпелі аспабы. Ағаштан жасалады. Тік бұрышты пішіндес. Ішектерде асық түріндегі сақиналар салынады. Олардың көмегімен аспапты баптауға болады. Жетіген халық оркестрлері мен ансамбльдерінде әлі күнге дейін қолданылады. Шертер – қазақтың ежелгі шекті шертпелі аспабы. Шертердің қысқа грифттері бар. Аспап ағаштан иілген пішінде жасалады. Шертердің дыбысы домбыраға ұқсас, бірақ дыбысы қаттырақ шығады. Сыбызғы қазақтың ұлттық музыкалық үрмелі аспабы. Сыбызғы ойылған 3 тесікпен қамыс түтігінен жасалады. Қазақстанда әр түрлі орындаушылық дәстүрлермен байланысты сыбызғының 2 түрі бар. Шығыста сыбызғылар конус тәрізді, ұзындығы жағынан қысқа және диаметрі шағын, батыста үлкен және ұзын. Ұран әскерлер қолданатын үрмелі музыкалық аспап. Ұзындығы әр түрлі 2 түтікшенің әрқайсысында 3 саңлау бар. Асатаяқ – қазақ және ежелгі түріктің соқпалы аспабы. 30-дан 120 сантиметрге дейінгі биіктікте оюы бар жезлді еске салады. Оның ұшында қатты дыбыс беретін қоңырау ілінеді. Асатаяқ шамандық әдет-ғұрыптар үшін қолданылған. Даңғыра қазақтың ежелгі соқпалы аспабы. Бубенге ұқсас. Даңғыра дөңгелек пішінді бір жағынан терімен қапталған. Ішінде металл аспалар мен сақиналар ілінеді. Сақпан өзіндік дыбысы бар музыкалық аспап.
Бұл құрал қатты танымал емес. Ағаш тақтайшалар жарқыраған дыбыс шығара отырып соғылады. Саз сырнай, қазақтың ұлттық үрмелі музыкалық аспабы. Кішкентай тесіктері бар саздан жасалған. Құрал тауық жұмыртқасына ұқсайды. Саз сырнайдың дыбысы жұмсақ және жылы, құстардың ән айтуына және желдің гуіліне ұқсайды. Шаңқобыз қазақтың көне музыкалық аспабы. Ағаштан, темірден, кейде күмістен жасалады. Ағаштан жасалған шаңқобызға жіп байланып, сол жіпті серпіп тарту арқылы ортасындағы тілше тербеліп, дыбыс шығарады. Ол ашалы сым темірден немесе күмістен жасалған. Белгілі бір музыкалық әуен шаңқобыз арасында бекітілген тілін саусақпен шалып тарту арқылы орындалады. Негізгі дыбысы тілдің мөлшеріне байланысты. Дыбыс көлемі 1 октава. Шаңқобыз тартушы тіл қимылы арқылы да түрлі дыбыстар шығарып отырады. Кейде орындаушылар саусақтарына қоңырау іліп алып та ойнайды. Керней металдан немесе ағаштан жасалған труба. Бір жақ ұшында мүштігі бар, екінші ұшында кең қоныш. Кернейдің үні өте ащы және күшті. Оны маң далада бірнеше шақырымнан естуге болады. Міне сондықтан да кернейді әскери жорықтарда пайдаланған. Дабылдың, шабуылдың, жеңістің, жиналудың немесе сапқа тұрудың белгісі болған. Адырна қазақтың көп ішекті шертпелі аспабы. Аспаптың шанағы қуыс, беті көн терімен қапталады. Біздің заманымыздан бұрын аңшылар ұстанған көне аспап деп саналады. Оның көне үлгісі әуелде садақ тәріздес болған. Адырна кері иіліп жасалады да, кіріс тағылғанда оған қарсы бағытта иіліп тұрады. Қатты серпінді адырналардан оқ атқанда шектей тартылған кірістің дірілін гуілдеп дыбыс шығаратындықтан тілімізде адырнасын ала өгіздей мөңіреткен деген сөздіргесі қалыптасқан. Үскірік халықтың үрмелі музыка аспабы. Дауысы қыстың аязды күндері соғып тұратын үскірік салқынның ызыңдаған дыбысына келгендіктен ел арасында үскірік деген атауға ие болған. Үскіріктің дыбыс бояуы саз сырнайдың тембіріне ұқсас. Дыбыс диапазоны халықтың аңыз әңгімелерінде үскіріктің тасбақаға, түйеге, құсқа ұқсайтын түрлері болғандығы айтылады. Оны көбіне балалар ойнаған әрі жеңіл әндерді орындауға пайдаланған. Қазақтың музыка аспаптары тарихын зерттеуші Сарбаевтың еңбегі нәтижесінде қайта туған үскірік аспабы қазіргі уақытта отырар сазы, сазген сияқты оркестрлер мен ансамбльдерде кеңінен пайдаланылады. Дауылпаз өзінің аты айтып тұрғандай үні дауылды, күркіремелі. Дауылпазды алғаш көшпелі қауымның өкілдері, яғни малшы бақташылар төрт түлікті аң құсты, жан жануарды үркіту мақсатында пайдаланған. Адамның үні жетпеген жерді дауылпаз жалғаған. Кейін дауылпаз халық арасына кең тарап, ханның қоласына дейін жетеді. Осылайша дауылпазды соғу арқылы хан әскерін бір ортаға шақырған. Үкім немесе бір шешім шығарса да дауылпаздың үнімен қорытындылаған. Сылдырмақ сақпан, асатаяқ, тоқылдақ, қоңырау сынды сілкімелі аспаптардың қатарына жататын қазақ халқының көне музыкалық аспабы. Шулы сілкімелі сылдырмақ аспабы тұтасымен қола, мыс, жез секілді металдармен шырша, емен, үйеңкі сияқты ағаштардан жасалады. Үн үйлесіміне байланысты күлдіреуікті, сәлпеншекті деген түрлері бар. Сыртқы келбеті ұстауға ыңғайлы әрі жеңіл болады. Қоңырау қазақ халқының ертеден келе жатқан музыкалық аспабы. Асатаяқ, сылдырмақ сияқты сылдырлы аспаптардың қатарына жатады. Ертеде қоңырау аспабын ұлттық салт дәстүр мен діни ғұрыптық рәсімдерде жиі қолданған. Аспап бақсылар мен абыздар арасында кеңінен танылған. Олар қоңырауды қобыз, даңғара, дауылпаз, керней сияқты аспаптармен қатар пайдаланған. Сондай-ақ қоңырау үй тұрмысы мен ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылған. Малшылар қоңырауды мал айдағанда іліп қояды екен. Себебі жыртқыш аңдар металл дыбыстан шошынған.